Неғып біз Шерзаттың әкесіне көмектесе алмаймыз? Біз Шерзаттың әкесіне көмектесуіміз керек. Бәрің үйде бала асырап отырсыңдар. Бәріңнің үйінде қызың бар, ұлың бар. Өсіп келе жатқан балаларың бар. Немерелеріңіз бар шығар, білмеймін. Өкіметтің де семьясы бар, дұрыс па? Әкімдердің де балаларыңыз бар, сіздердің әкімдер. Депутаттар, сіздердің де балаларыңыз бар. Президенттердің де балалары бар. Министрлар, полицейский ағалар, прокуратура, бәріңдеріңізде балаларыңыз бар үйде. Ертең күні осы нәрсе беттеріңізге кеп, бумеранг боп, ертең сіздер Құдай сақтасын, балаларыңыз өліп қалса, сол кезде қалай шырылдайтындарыңызды көреміз. Біз қазір Шерзаттың әкесіне көмектеспесек, адам біз өле береміз ба? Біз итақ қазақтар азбыз. Біреуге көмектесудің орнына, бірімізге көмектесуіміздің орнына басқа ұлтқа позор болып жүрміз. Алсаңдаршы қолға Шерзаттың әкесіне үй алып беріңіздер. Неужели сіздер анаяқта ай сайын 1,5 миллион 500 мың тауып отырып, бәрлеріңіз ақша жинап, Шерзаттың бір қазағым деп жандарыңыз ашып үй алып бере алмайсыздар ма сонда? Бәрлеріңіз үйде бала асырап отырсыздар. Менің де үйде ағаларым бар, інілерім бар. Мен қорқамын жоқ кісілерге. Ертең күні сіздердің де балаларыңыз сөйтіп бір өлтіріп кетсе, Құдай сақтасын, ешкім баласы өлмесін. Сол кезде қалай шырылдайтындарыңызды көремін мен. Көргім де келмейді. Аман болыңыздар, просто. Ақшаларыңыз жоқ емес, бар ғой, құрметті өкіметтегі адамдар. Шерзаттың әкесіне көмектесіңіздерші. Ана Талғардағы қанша қатын өлтірді, еркек өлтірді, кішкентай баланы. Соны тауып алыңдар да, бытыштарын шығарып пожизненно отырғыздырыңдар. Неге олар көрген қорлықты, Шерзат көрген қорлықты неге олар көрмеу керек? Не деген сорлы ел болып кеттік. Сондай адамдардың бәрін сөйтіп тура Шерзатты өлтіргенде өлтіріп тастау керек па, мен білмеймін. Саналарыңыз жоқ па сонда? Көмектесіңіздер Шерзаттың әкесіне үй алып беріңіздер. Үйін бәрін өртеп кетіп мәз болып отыр ғой.